Сәлем YouTube көрермендері, бүгін сіздермен осындай дәмді, жұмсақ, әрі хош иісті пирогпен бөлісетін боламын. Бұл пирогты біз майонез қосу арқылы дайындаймыз. Ол үшін біз алдымен 3 жұмыртқамызды алып жарып, жұмыртқамызды жарып алған соң, оны жақсылап араластырамыз. Және оған 150 грамм шекерімізді қосамыз. Екеуін тағы да жақсылап араластырамыз. Шекер кішкене ергенше кішкене араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оған 380 грамм при желанияның майонезін қосамыз. Майонезді де қосып болған кейін оны тағы да бірге қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оған разрыхлитель және 2 ванилин қосамыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оған үстіне ұнды сеуіп отырып, тағы да кішкене араластырып отырып, ұнды салып отырамыз. Онды 250 грамм қосамыз. Егерде сәл сұйықтау болса, тағы кішкене қоссаңыздар болады. Мұны көріп тұрғаныңыздай, мынандай бізде масса пайда болады, пирогтың массасы. Енді дайын табамызға пергаментті төсеп, соның үстіне массамызды құямыз. Көріп тұрсыздар, қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа осындай масса болу керек. Оны жақсылап, екі бетін жақсылап тегістетіп аламыз қасығымызбен. Және пешімізді дайындаймыз. Пешті 180 градуста 50 минутқа қоямыз. Міне, көріп тұрғаныңыздай осындай дәмді, жұмсақ пирогымыз дайын болды. Енді де шайымызды қойып, дайындап алсақ болды. Осындай пирогты үйде дайындап көріңіздер. Егерде менің ролигім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді пирог.